Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім. Сіздерге дәл осындай морковный корейский салат дайындап көрсететін боламын. Дәл осы видеодағы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерде өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны көрмес бұрын алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен салатты дайындау үшін осындай морковты өткізетін арнайы терка керек болады. Соны дайындап алғаннан кейін ыдысқа дайын тұрған морковтарымызды осы үкішпен өткізіп аламыз. Асықпай ұзын-ұзын етіп өтсе, өте әдемі морковтар шығады. Жалпы граммдарын, өлшемдерін мен астына описаниеға жазып кететін боламын. Сол жерден толық граммдарын қарасаңыздар болады. Мінекей біздің морковтарымыз толық өтіп шықты. Өте әдемі болып шығады. Қараңыздар. Осы морковтарымыздың үстіне бірінші тұз қосып аламыз. Тұз қосып, жақсылап морковымызды езбей араластырып аламыз. Араластыру барысында морковты мүлдем қолымызбен қыспауымыз керек. Тек жай ғана осылай араластырып аламыз. Морковты араластыру барысында мүлдем қолымызбен қыспаймыз деп тағы да қайталап айтамын. Морковымызды араластырып жатырғанның өзінде де жайлап су бөлініп жатыр. Бетін нығыздап кішкені басып, қақпағын жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің морковымыздан өзінің морковтың суы бөлінеді. 30 минут морковымыз тұрған кезде біз керекті специяларымызды дайындап аламыз. Менде бұл чеснок. Чеснокты әбден ұсақтап, жақсылап турап аламыз. Чеснок езгішіңіз болса, сомен езіп алсаңыз болады. Менде жоқ болғасын, осылай турап жатырмын. Әбден ұсақтап турап дайындап аламыз. Морковымыз дайын болды. 30 минут уақытымыз өтті. Жайлап қарасақ, мінекей кәдімгідей бізге морков өзінің суын берген екен. Енді біз жақсылап осы морковты біртіндеп сығып, суынан бөліп, келесі табаққа салып аламыз. Бөлінген морковымыздың суын төкпейміз. Бұл артынан бізге керек болады, алып қоямыз. Енді дайын болған морковтарымыздың үстіне ұсақтап туралған чесногымызды саламыз. Және оның үстіне кориандрды мен 2 чайный ложкамен салдым. Оның үстіне қара бұрыштан салдым. Барлығын описаниеға граммдарын жазып кететін боламын. Және морковтың түсі әдемі болу үшін біз паприка қосатын боламыз. Мінекей специяларымыз дайын болды. Енді сұйық майға осылай жуаны жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Бізге жуа керек емес, тек қана осы сұйық май керек болады. Сұйық майды жуа салу арқылы қуырған кезде майға жуаның дәмі келеді, май дәмді болады сөйт. Қараңыздар,
жаңағы ыстықтай күйінде манағы дайындап қойған специямыздың үстін дәлдеп тұрып құямыз. Және қалғандарын өстіп морковкада құйып жібереміз. Бұл бізде мына специялар кішкене майға чуть-чуть пісу үшін осылай жасалынады. Енді шамалы араластырамыз да өстіп бетін 5 минутқа жауып қоямыз. Манағы морковымыздың суын осылай ыдысқа құйып алып, соның үстіне 9% уксус қосамыз. Яғни мен бір үлкен қасықтың жартысын қостым. Жақсылап араластырамыз. Ал егер сізде соевый соус болса, тоже бір үлкен қасықпен қосып жіберсеңіз болады. Менде соевый соус жоқ болғасын, тек екеуін ғана араластырдым. Жаңағы специямызды морковымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Қатты қолымызбен езбейміз. Жайлап қана әдемілеп тұрып араластырып аламыз. Әбден араласқан морковымыздың үстіне манағы дайындап қойған соусымызды құямыз. Тағы да бір рет қасық арқылы араластырып аламыз. Морковымыз өте әдемі түске енді жылтырады. Енді мен осындай контейнерлерге шыққан салатымды бөліп салып, бір түнге холодильникке алып қоямын. Сол кезде манағы специяларымыз морковымызға жақсылап сіңіп, салатымыз дайын болады. Яғни бұл салатты кешкісін жатарда дайындағаныңыз дұрыс, чтобы келесі күні таңертең дайын тұру үшін. Дастарханға сорпа тамақпен де, қою тамақпен де ұсына берсеңіз болады. Барлығына да сәйкес келеді. Өте дәмді болып шығады. Кәдімгідей базарда сатылып тұратын морковный салаттан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздер де дайындап көріңіздер осы рецептті қолданып. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын.